Әр затқа бізде трек-код беріледі, соны каргоның сайтына енгізетін боламыз. Басты бетте мына сағат тілі тұрған, бұл жерде сіздің заказыңыз алынды деген, ал КамАЗдың суреті тұрған, бұл жерде сіздің заказыңыз Қытайдың складына жетті деген сөз. Тапсырыс берген товарымыздың бетін басамыз. КамАЗдың суреті бар жасыл жазулардың үстін басамыз. Трек-код деген осы стрелка көрсетілген, жанында скопировать деген, сол кнопканы басып скопировать етіп, каргоға сайтына кіріп, добавить трек дегенге кіреміз. Осы жерге бағанағы трегімізді ставить етіп қойып аламыз да, астына не зат екенін описаниясын жазамыз. Сосын добавить трек деген қызыл кнопканы басамыз. Бұны қыздар міндетті түрде ұмытпай жасауларыңыз керек сіздер.